Мекеменің ең бір маңызды жұмыстарының біреуі ол жаңағы берешек соманың өспеуіне қадағалау жұмыстарын жүргізу. Қазіргі таңда жалпы алматылықтар және әртүрлі мекемелер біздің жаңағы су және кәріз қызметіне 600 миллион теңгедей берешегі бар. Осы таңда біздің мекемемен үлкен жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ең басты осы 2-3 ай төлемеген тұтынушыларға арнайы телефонограммаларды жіберу, арнайы хаттамаларды жіберу. Ол болмаса, енді соңғы біздің бір әрекет бар, ол қызметтен өшіру. Құрметті алматылықтар, әлі бір апта бар осы жылдың. Сондықтан мынау қарыздың мөлшемін көбейтпей, осы аптаның ішінде мерзімде төлеуді өтеуді сұраймыз. Тәттібекова 61 көшесінде орналасқан Ритм ресторанын өшіруге келдік. Бұл ресторанның қарызы қазіргі уақытта суға 1.421.000 теңге, канализацияға 396.000 теңге қарыз. Осыдан бір апта, яғни 15 желтоқсан күні Реу қызметімен бірге келіп, трубаны кесіп өшірген болатымыз. Одан повторны қосылған, қайтадан қосылған, бүгін пломбылап, қайтадан өшірдік.